Бүгінгі видеода досым екеуміз TikTok'та танымал болып жатқан видеоны түсіреміз. Осылай прямой эфирде істейтіндер көп болып кетті. Бұны расымен қайталау мүмкін бе, әлде жоқ па? В общем, осы видеода көресіздер. Кстати, кім жұмыртқаның сыртқы қабығын арши алмаса, мынандай жаза күтіп тұр. Видео өте қызықты болды. Менің еңбегім бағалап, каналға жазылып кетесіздер деген ойдамын. Ал біз басаймыз. Йо, сіздер видеоны түсіңіздер деген ойдамын. Міне мен жанымда Әділбек бар. Бүгін біз сол видеоны түсірейік деп жатырмық. Міне бізде мына жерде 6 жұмыртқа бар. Каждыйымызда 3 шанстан болады. Сол жұмыртқаны, в общем, білесіздер бағана айтып түсіндіргендей қылып ашу керек. Қазір білетін шығарсың, TikTok'та сол кәдімгі хит болып отыр ғой. Көрген шығарсың. Любой прямой эфирді ашып қарайсың, обязательно сол болады. ASMR дей, бір нәрсе деп түсіріп атады ғой соны. Не знаю, мынаны қалай ашиды? Пышақпен кесіліп, қолмен ашимыз ғой, чисто. Вилга қолданатын шығармыз, хотя қолмен жарып жібереміз по-любому. Может сөйтетін шығармыз. Короче, 3 шанс. Кім бірінші дұрыс аршиды, идеальный қылып сыртқы қабығын алып шығады, сол, в общем, ұтатын болады. Тоқта, біз просто етпейік. Бәстесейік, Давай. Болды сайба қойсайық, конечно. Что-то на свой бар ма? Все, кеттік. Бастайтын Сулифа арқылы шешіп алайық. Давай, кеттік. Сулифа. Блин, мен бастаймын. Ладно. Жұмыртқаны алдым, ал енді мына жерге аккуратно ашып көретін боламын. Міне бізде мына заттар бар. 3 сат алдық. Короче, қайсы, вилка, пышақ. Ал енді мына сыртын ашып көретін боламыз. Ерді не істеватсың? Короче, мен сыртын ашайын деп ойладым да, как обычно привычками алдым, жара салдым. Ё-моё. Может, заново? Жоқ болды уж. Может, заново? Жоқ, ондай жоқ уж. Может, взятка? Жоқ. Қанша? Менің бірінші немнем өкінішке қарай өтіп кетті. Мен жара салдым просто оны. Сен, в общем, ошибка істедің, но шей сал енді. Смысл? Все, алла әділ баста. Істей алам деп ойлайсың ба негізі? Вообще шанс жоқ сияқты, по-моему. Мне кажется, шанс аш. Тестің, абайла енді. Давай. Ема, қараңдар. Тесілмеді ғана, Тесілмеді. Еба, әділ. Ема, де. Это мой сын, да? Ебой, наңарыңдар, ема. Кішкене тесіл қалды әділ. Ай, блин. Давай ашып көр. Может, сол жер ғана тесіліп қалады. Хорош. Аналар не істейді, білесің ба? Не істейді? Мен өзім көрсетім, айтпен қазір. Ой, надоел. Это мой стратегия. Боп, потом сенен қарап бірдемесіз болмаш. Потому что саған көрсетсем, сенде 2 шанс қалады, сөйтіп сен, может, жеңіп кетуің мүмкін, да? Ой, все, болды, мынау уже га-га. Давай, мен сияқты істей сал. Давай, кеттік мен. Так, в общем, енді ердің екінші попыткасы бұл. Надеюсь, сен нормально істейді. Бағана сияқты бір жар жебейді шығар енді. Может, нормально болып кетер ары қарай. Ерді сама сосредоточенность қой. Түр бермейді ғой. Қараңдаршы на түрді. Блин, ай, болмай қалды мынау. Мен көрдің ба? Тезіп кетті бірақ. Так что бұны супер удар и... не істедім мен вообще. Ұмытсымен, короче. Так, Әділбек, сен жұмыртқан қайда? Жұмыртқан, короче, хопана міне ол. Мә, өз жұмыртқанды пожертвовать ет. ASMR қыламыз. Но столдың өзі ASMR ғой. Абайлашы, мен бағана жарғанда жарып алдым, байқамайшы. Тактика дейсің ба? Жан-жағын бұзып. Сосредоточен.
тез қалды ма мына жер? Жоқ. Чесілмеді, нифига. Прикинь, осындай күйінде суға салып пісіре салсаң не болады екен? Ал если жасай алсақ, суға салып пісіріп көрейік, е? Мощный болса. Ше, базара нет. Мне кажется, бар ғой, қазір Әділбек осыны істей алмаса, келесінде мен уже точно ашып тастайтын сияқты болып тұрмын. Ну, не знаю, қазір көреміз. Few moments later. Ойбай, натуре ағып жатыр ғой, қараңдаршы. Иема. О, баллон кетіп жатыр, ойбу. Бұл ердің соңғы попыткасы. Кішкене тез он. Блин, қара. Ё-майо. Короче, қараш, былай идеальный келе жатқан, да? И жарып алдым байқамай. Блин, последний попыткам ғой, Иә. Все, енді мына жақта Әділбек натуре жасайын деп шешім қабылдады. Ал енді жасай алмай қал демеймін. Сәттілік. Удачи. Ё-майо. Қайсы көрсетіп жіберші, қаншалық ашыдың? Еба, қараңдаршы, почти ғой, Әділ, ё-майо. Давайте, если бар ғой, сіздер осы видеоға жарайды 2000 лайк жинап кетсеңіздер, сонда біз келесі часын түсіретін боламыз. Ол кезде уже прям профессиональный анандай заттарын алып кеп, прям жұмыртқа біраз көбірек алып кеп, обязательно бір жұмыртқаны сондай бір ішкі қабығымен шығаратын боламыз. В общем-то, Ердана екеуміз жұмыртқаны аша алмадық. И сол үшін енді наказание, орындау керек. Ал кеттік. Ойбайна, бір попыткадан жарылмайды екен ол. Иә, енді Әділбек өзінің наказаниясын орындады, ал енді менде де тоже орындаймын. И Әділбекке қосатын болам. Ё-моё. Блин, все, достар, короче, осы жерде видеоны аяқтайтын болам. Бір